Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Сырласайық арнасына қош келдіңіздер. Егер әңгіме ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жұртты ойлануға шақыратын кезекті бір хикая әлеуметтік желіні шарлап кетті. Онда бір күйеу бар келіншек өзінің басынан өткен махаббат хикаясын баяндапты. Сонан кейін ұлды болған әйел енді баласының кімнен екенін білмейді ал. Жұрттан кеңес сұраған келіншектің жазбасын қазғалпында оқырман назарына ұсынуды жөн көрдім. Ерланмен қайнымның тойында таныстық. Қалыңдығы жағынан жекжаттардың бірі. Жанында толықша келген қысқа шашты әйелі болды. Тойда билеп жүріп, арасында сөйлесіп үлгеріп, арамыздан бір ұшқын шарпып өтті. Бір аптадан соң күндіз кездестік. Пәтерді жалға алып, аптасына бір рет кездесетін болдық. Бірде бұл жүрісімді күйеуім біліп қала жаздады. Ерлан хабарлама жазған еді, соны оқып отыр едім. Күйеуім, біреумен SMS жазып жүрсің бе, деп бас салған. Ауа райы туралы келген ғой, деп зорға құтылдым. Ал Ерлан маған төсекте жалынды, ыстық екенімді айтады. Күйеумен ешқашан жасамаған түрлі дүниелерді тәжірибелеп, барынша ләззат алуға берілемін. Ерланның да қиялында шек жоқ екен. Бұрын мен көрмеген, білмеген қызық нәрселер жасайды. Әйел адамға төсектің тигізер пайдасының көп екенін түсіндім. Жалпы әйел затының құлазыған көңілін көтеретін де, жасартатын да төсек екен. Ерланмен кездескелі бері жадырап, жүзіме күлкі үйіріліп, бейне бір керемет сезімде ұшып жүргендей сезімдемін. Қыз бен жігіт болып жаңа танысып, жүріп жүрген кездегі балғын сезімдер қайтадан оянып, бақыттан басымның айналып жүргенін кімге айтарымды білмедім. Ерланмен кездескенде ғана өзімді нағыз әйел ретінде сезіне аламын. Осылайша 3 айдан кейін аяғым ауыр екенін білдім. Қуанарымды, не жыларымды білмедім. Бірақ қуаныш басып кетті. Негізі, күйеумен арада бір қызымыз бар. Екінші құрсақты да босанатын болып шештім. Сөйтіп ұл туып алдым. Бірақ баламның кімнен екенін нақты білмеймін. Кейде өз-өзімнен жеркенем, бірақ баламды көріп, жеркенішім басылады. Күйеуім мұның бәрінен бейхабар әрине. Оның көзіне қарасам, кейде қуыстанам. Жүктілік кезінде босанғасын Ерланмен қарым-қатынасты үзуге тура келді. Бірақ оны ойымнан шығарған емеспін. Балам 6 айға толғанда өмірімде Ерлан қайтадан пайда болды. Өзімнің ішкі сезімдерімді өзім түсінбей әлекпін. Мен күйеуімді сүйем, Ерланды да сүйем. Екеуінсіз де өмір сүре алмаймын. Ерланмен болған сәтте күйеуімді ойлаймын. Күйеуіммен болған кезде Ерлан ойымнан шықпайды. Әрине, күйеуім төсекте Ерлан тәрізді емес, дегенмен өзімді сыйлайды, жақсы көреді. Мені жазғыратын шығарсыздар, енді біреулеріңіз ұрсатын шығарсыздар. Менің жасаған әрекетім қате екенін білем, бірақ жүрегімнің қалауынан азалмадым. Әбден шатастым. Кеңес беріңіздерші.